Әлемде бір жомарт жігіт өмір сүріпті. Ол өз елінде атын шығарып, алдыңғылардың қатарында болғысы келіпті. Байлық пен билік үшін кез келген нәрсені істейтінін айтып отырады екен. Сонымен қатар мейірімді, көмек керек адамнан көмегін аямайтын әділетті де болыпты. Сондықтан жұрттың көпшілігі оны жақсы көріпті. Оның орманда тұратын көмір қазушының отбасына жақсылық жасағанында жұрт жақсы білетін. Бір кедей көміршіні жомарт жігіттің салығын төлей алмағандықтан, оның барлық үй мүлкін сатылымға қойып, өздерін орманнан қуып жібермек болыпты. Көміршінің қызы Мария жомарт жігітке келіп мұңын шағыпты. Жомарт жігіт оларды салықтан босатып, өзінің қызметшілеріне көміршінің отбасына тиіспеуін тапсырып, қызға аздаған ақша беріп, оның ауру шешесіне қамқорлық жасап тұрыпты. Бірде жігіт орманға барып аң аулап жүріп, бір әдемі бұғынып қуамын деп адасып кетеді. Ол орманның ішінен шығамын деп жүріп, батпаққа батып кете жаздап, құрғақ жерге зорға аман шығады. Құрғақ жерге шыққанда алдынан біресе жанып, біресе өшіп тұрған отты көреді. Бұл адасып жүрген от еді. Ол жомарт жігітке айқайлап: «Сен біздің қолымызға түсіп қала жаздадың. Біз сені өлтіргіміз келмейді. Қайта ер жүрек, ештеңеден қорықпайтын батыр жасағымыз келеді. Сондықтан сен бізге жүрегіңді бер, біз оның орнына тас салып қоямыз», дейді адасып жүрген оттар. Олар көңілді ән салып, жомарт жігітті айналып жүрді. Олардың жүрген жерлеріне алтын теңгелер жаңбыр тамшыларындай шашылып жатты. Осыған қызыққан жігіт жүрегін ауыстыруға келісімін берді. Себебі адасып жүрген оттар бұның еш жерін ауыртпайтынын айтқан болатын. Олар жігітті қоршап алды да оның бетін үрлеп тұрды. Оның басы айналып, есінен таңып құлап түсті. Жігіт есін жиғанда дүниенің өзгеріп кеткенін байқады. Орманның сұлулығы да, құстардың әні де оған ұнаған жоқ. Қайта ашуына тиді. Аты сүрініп кетіп еді, оны аяусыз сабады. Жолда кездескен шаруалардың сәлемін де алмады. Қайта оларға ашулана қарады. Осы күннен бастап жігіттің өмірі осылай өте берді. Оның ештеңе қуандырмайды, қайта ашуын келтірді. Ол күлуді, біреуді аяуды, бірдеңеге мазасыздануды ұмытты. Ол ешкімнен қорықпады, себебі оның кеудесіндегі жүрегі тас болатын. Ол өзінің қол астындағы адамдарға өте қатал болды. Оның қарауылдары үйдің төбесіне шығып, маңайда өтіп бара жатқан керуеннің бар жоғын қарап тұрды. Қарауылдардың көзіне өтіп бара жатқан керуен түссе, оларды тоқтатып, барлық заттарын тартып алып, өздерін әбден сабап, жаяу қуып жіберуді талап ететін еді. Кейбіреуін төлем алу үшін өзінің түрмелерінде ұстап әбден қинады. Сөйтіп олбай көпестерді тонап, өлтіріп, қорқытып жүріп жатты. Олардың қолға түскен байлықтарын иеленіп бай бола түсті. Кейде тоналған байлықтан қол астындағы адамдарға да беріп тұрды. Оның түрмесінде отырған адамдар қанша отырса да, нан мен судан басқа нәр тартпады. Олар өздеріне үлкен төлем жасағанда ғана шығарылды. Жігіт маңайдағы ең бай адамдардың қатарына қосылды. Одан жұрттың бәрі қорықты. Ол оған ыңғайсызданған жоқ. Себебі оған жұрттың өзі туралы не ойлайтынын бәрібір болатын. Тонаудан түскен байлық оны қызықтырмады. Ол ештеңеге қуанбады. Ол ешкімді сүймеді. Ол көп адамдарға қайғы құштырды. Өзі олардан өткен бақытсыз еді. Себебі оның кеудесінде жүректің орнында тас тұр. Жұрттың бәрі жігітті жек көрді. Тек Мария ғана оны жақсы көрді. Ол жігіттің өзіне жасаған жақсылығын ұмыта алмады. Мария жігіттің қатыгездіктері туралы әңгімелерді естігенде жүрегі қатты ауырып, Құдайдан жігітті бұрынғы кейпіне айналдыруды жалынып сұрайтын. Бірде Мария орманда жігітті кездестіріп қалды.
Ол себетін жанына жинап, басын иіп жігітке жол берді. Жігіт Марияның қолындағы себетін байқап, себетінде не бар екенін сұрады. Мария: «Тек қана орманнан теріп келе жатқан жеміс жидек, мейірімді мырзам», деп жауап берді. «Менің орманнан жеміс жидек теруге қалай дәтің барды? Орманда онда өсіп тұрғанның бәрі менікі. Менің затымды ешкім ала алмайды. Сен менің дүниемді ұрладың. Сондықтан мен сені жазалауым керек», деп қыздың қолындағы себетін жұлып алып, ішіндегі жеміс жидекті шашып тастады. Содан кейін атымен өңмеңдеп келіп, қызды құлатты да қолындағы қылышын сермеп қалды. Қылышпен жараланған қыздың қаны атқылады. Өзі есінен танып құлап қалды. Жігіт өзі жаралаған қыздың жағдайын ойламай әрі қарай жүріп кетті. Мария бірер сағаттан кейін есін жинап орнынан тұрды. Қаны өзінен өзі тоқтады, бірақ жараның орны күйдіріп бара жатты. Қыз оны суытқысы келді. Жақын жерде батпақтың қасында бұлақ ағып жатыр екен. Мария бұл жерде адасып жүрген оттың рухы жүреді дегенді естіген. Бірақ менің ешқандай күнәм жоқ, тап-тазамын, маған тиісе алмайды деп ойлаған Мария бұлаққа барады. Мария бұлақтың суына жарасын жуды. Бірақ қансырап шаршаған ол сол жерде жатып ұйықтап қалды. Ол ұйқысынан оянғанда күн батып қалыпты. Тек алыста жылтыраған от көрінеді. Отқа жақындаған Мария оның біресе үлкейіп, біресе кішірейіп, ауысып тұрғанын байқады. Олар бірде күліп, бірде сыбырлап сөйлейді. Мария бұлардың адасқан оты екенін білді. Мария қозғалмай отыр. Бір уақытта қарулы адамның ауыр жүрісі естілді. Жүріс жақындай түсті. Қасына келіп тоқтап жігіттің дауысымен адасқан оттарға: «Сендер мені алдапсыңдар. Мен тас жүрекпен өте бақытсызбын. Жұрттың бәрі мені айналып қашады. Мен ештеңе сезбеймін», деп мұңын шақты. Адасқан оттар шиқылдады, күлді, ысқырып: «Біз саған байлық пен билікті бердік қой. Сен өзіңнің де тілегің сол болатын», дейді. «Маған бұндай байлық та, билік те керек емес. Мен одан бақытты бола алмаймын. Менің өзімнің жүрегімді қайтарып беріңдер», деді жігіт. «Бұлай жасай алмаймыз. Сен жүрегіңді өз еркіңмен бердің. Жүрегіңді енді қайтарып ала алмайсың. Бірақ бір ғана жол бар. Сенің жүрегіңнің орнына жүрегін беретін адам тапсаң ғана. Бірақ сені жұрттың бәрі жек көреді. Сен үшін кім жүрегін береді дейсің?» деп қарқылдап күледі адасқан оттар. Жігіт ауыр күрсініп, бұрылып кетпекші болғанда, оның қасына Мария келеді. Мария жігітпен адасқан оттардың арасындағы әңгімені естіп, жігіттің еш кінәсі жоқ екенін түсінеді. Бір сәтсіз уақытта адасқан оттардың қолына түсіп қалып, олардың арбауына түсіп, өзінің тірі жүрегін тасқа ауыстырып, осыншама жаманшылық жасағанын біледі. Осы сиқырдан ажырағысы келген жігітке көмектеспекші болады. Осы ой оған күш беріп: «Мен мына жігіттің жүрегінің орнына өзімнің жүрегімді беруге дайынмын», дейді Мария адасқан оттарға. «Ол үшін сен өлуің керек. Сендер жігіттің бұрынғы жүрегін қайтарып беретін болсыңдар, мен өз өмірімді құрбан етуге дайынмын. Жарайды, біз саған уақыт береміз. Келесі толық ай толғанда осы жерге кел. Оған дейін айнып қалмасаң, сенің жүрегіңді жігіттің жүрегіне ауыстырамыз». Мария келісті. Жігіт жаңа ғана өзі қылышпен жаралаған қыздың ол үшін өмірі құрбан етіп тұрғанына таңданған жоқ. Уақыт өтіп жатты. Марияның жаралары шөптер мен дәрілік майлардың арқасында жасылды. Ол өзінің сөзінен айныған жоқ. Тек әке-шешесін ренжітпеу үшін оларға ештеңе айтпады. Толық ай туылғанда ол орманға келді. Уәделескен жерде адасқан оттармен жігіт тұр екен. Оттар одан тағы да сұрады:
Қыз өзінің ештеңеге өкінбейтін, тек жігіттің жүрегін қайтарып бергісі келетін, сол үшін өлуге дайын екенін тағы да айтты. Соны айтып болғанда қыздың жүрегі аузына шығып кетерде қатты соқты. Сол кезде жігіттің жүрегі оянды. Жігіт: менімен не істесеңдер соны істеңдер, бірақ Марияға тиіспеңдер, мен оны сендерге бере алмаймын деп айқай салды. Осы кезде айналадағы барлық от бірден сөніп қалды да айналаны қараңғылық басты. Мария жапырақты қалдырап қатты қорықты. Ол жай жылады. Жігіт оны тыныштандырып, орманнан алып шықты. Қыз жігітті құтқару үшін өзінің өмірінің керек болмай қалғанына ыңғайсызданды. Жігіт оны құтқару үшін қыздың бір ғана тілегі жеткілікті болғанын түсіндіріп, осымен ертегі мінезі де аяқталды.